Сәлем достар, эфирде ревью бағдарламасы. Басты жаңалықтарға қысқаша шоу жасап өтсек. Елбасының 45 мың теңгелік костюмі немесе ысырапшыл байманаттарға арналған сапалы үнемдеу формуласы. Көзден бұлбұл ұшқан алтындар немесе Қазақстанның әлем чемпионатындағы сәтсіздігі. Жығылғанға жұдырық. Батырхан Шүкеновтың отбасы үй-күйсіз қалды. Енді Оскар бұйырмаса, Джонни Депп актерлық мансабын тастап кетуі де ғажап емес. Доханың төрінде бокстан өткен әлем біріншілігіне құлақ түрген жұрт алтынның емес, күмістің сыңғырын қанағат етті. Күміс олжалаған Данияр Елеусінов пен Иван Дычконың сәтсіздігі сән сұрақтар тудырды. Біз үшін номері бірінші спорт түрінің туы қолымыздан сусып шығып барады деп пікір айтушылар да бар. Ревью анықтап көрді. Бұл қазақ бокс мектебінің халіндегі ахуал ма, әлде боксшылардың бағы да бабы да шаппауы ма? Катардағы аламанға аттанған боксшыларға ақ жолтай айтып, үйде тақым қысқан жанкүйер жұрттың үміті ақталмады. Өкінішке орай, мароккалық Данияр Елеусіновтен, ал француз Иван Дычкодан басым түсіп, алтыннан алқа тақты. Қос күміс медальмен Олимпиада жолдамасын еншілеп, елге оралды Данияр мен Ваня. Әр кездесуде тактикалық күрес болады. Біздің жігіттер осы тұрғыдан ұтылды және өздеріне деген сенімділіктері алдады. Данияр мен Дычконың мүмкіндіктеріне қарсы өте қолайлы тәсіл құрып, қарсыластар айласын асырғанын мойындау керек. Қос финалдық кездесуге қатысты сан-саққа жүгірген пікірлер айтылуда. Мамандар төрешіліктің әділ болғанын мойындап отыр. Данияр мен Иванның уысынан сусыған жеңістің себепкері халықаралық бәсекелердің арасындағы уақыттың тығыздығы деушілер де табылды. Жеңіліс ащы болғанымен боксшылардың басына қара бұлт төндірудің қажеті жоқ. Біздің жігіттер маған шаршаңқы көрінді. Ирландиялықтар мен Өзбекстан боксшылары секілді көздерінен отты байқамадым. Бапкерлер барын салды, бірақ сәттілік бізден сырт айналды. Командалық есептегі 8-ші орын жабырқау көрінеді көзге. Мырзағали Айтжановтың 2 алтын мен 4 жолдама туралы уәдесін ұмытқан жөн секілді. Геннадий Головкин болса, алақанына түкіріп Давид Ламені күтіп отыр. Жерлесімізге жолыққан боксшылардың ішіндегі азулысы IBF чемпионы канадалықта миллиондарға үлкен шоу жасауға уәде беріп отыр. Ол Генаны нокаутқа жіберіп, атын әлемге мәшһүр етуді мақсат етіпті. Головкиннің жаттықтырушысы тіпті басқа пікірде. Мен оған соққы батқанын, не оның берілгісі келген сәтін көрген емеспін. Бұл оның ең мықты тұсы. Сондықтан Гена мыңдар ішіндегі үздік. Ол 7 қазанда Мэдисон Сквер Гарденде өтетін бұл кездесуге миллиондардың аңсары ауған. Букмекерлер болса, Давидтің жеңісіне 7-1 мен 5-1 коэффициентін беруде. Отандасымыз қоржынына тағы бір чемпиондық белбеуді салар деген сеніміміз бар. Ертең балуан жолақ сарайы білекті, әрі жүректі жекпе-жек жауынгерлеріне толмақ. Алаш Прайд клубының ұйымдастыруымен жігіттеріміз 10 салмақ дәрежесі бойынша кездесу өткізеді. Қазақ хандығының 550 жылдығын 8 бұрыштағы жеңіспен тойлауға ниетті жігіттер кездесу алдындағы салмақ өлшеу рәсімін өткізді. Мен қарсыласымды көп біле бермеймін, өйткені осы 3-4 күн көлеміне қалған қызы келді. Ол қарсылас американдық екен білем, Беллаторда үлкен промоушндар төлескен боец. Тем более салмақтар үлкен салмақ 70 килограммда жақсы төлешілген топовый боец. Енді аласы енді бәріне дайын болармыз. Көптің күткені Арман Оспанов пен Расул Мирзаевтың кездесуі болатын. Өкініштісі ресейлік спортшы жекпе-жектен бас тартты. Себебінің салмағы әлсіз сылтауға саяды дейді ұйымдастырушылар. Арман американдық Джо Элмермен шайқасатын болды. Не болса да Расулды келтіру мақсатымен барлық условиясына келістік. Соның өзінде осы 6 күн 7 күн қалған кезде ол бізге жазып жіберді, осында келе алмайтын болдық, үйтіп деп. Енді оның бәрін түсінуге болады. Енді Расул Мирзаев оған тоже жеңілге болмайды ғой. Оның так аты бар, ол мерге келіп жеңілсе, оған бірден рейтингі төмен түсіп кетеді. Сол себептен ол білді, Арманның қаншалықты мықты, қандай дайындықпен келгенін барлық. Жұрттың көретін қызығы мұнымен азаймайды. Төбелес шеберлері ертең барын салып жиналған ел үмітін ақтауға білек сыбанып отыр. Серік Ноянбайұлы, Руслан Хасанов, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Оскар тапсыру салтанатында сыйлыққа дәмеленіп, ақыры бірде-бір рет үміті ақталмаған Джонни Депп бұл жолы да дәл осы құбылыс қайталанса, жүрегінің шыдамайтын айтады. Тіпті актер мансабынан бас кешіп кетіп жатса да, таң қалмаңыз, бірақ киносыншылар мүсін Депптің қоржынында кетеді деген болжамдар жасауда. 30 жыл түсірілім алаңында жүріп саналы ғұмырының едәуір бөлігін фильмге арнаған Джонни Депптің қоржынында әлі Оскар жоқ. Америкалық кинематография академиясының танымал тұлғаға бір мүсінді қимай жүрген үшін актердің миллиондаған табынушылар өкпелі. Бірақ бұл олқылықтың орнын Депптің қара мессада сомдаған рөлі толықтыруы мүмкін. Әйтпесе, шабытым шағылып қалады деп актер кесіп айтты.
Джонни Депп өзінің саласындағы ең биік марапатқа қол жеткізбесе де, сән әлемін ерекше жанмен толықтыра алды. Лили Роуз Депп небәрі 16 жаста болса да, әжептәуір танымалдылыққа қол жеткізіп үлгерді. Таяуда Натали Портманмен әріптес болып Планетарий фильмінің түсірілім алаңында жұмыс істемек. Одан соң биші картинасының басты рөлін сомдайтын болады. Кім білсін, Оскарды әкесінен бұрын Лили Роуз алып қалар. Поп-музыка королінің өмірінде болған соңғы жайттарды телехикая арқылы тамашалайтын боламыз. Бұған дейін Трэвис Смайлидің қаламынан шыққан туындыда Майкл Джексонның ғұмырындағы 16 апта суреттелген еді. Осы кітапты негізге алған киножасаушылар әншінің ішкі толғаныстарында көрсетеміз деп уәде етуде. Анджелина Джоли мен Брэд Питттің шаңырағы шайқалуы мүмкін деген ақпараттың тарауы бекер емес болып шықты. Естеріңізге сала кетсек, Питт мырза жұбайына жедел түрде салмақ қос, әйтпесе балаларды тартып алып ажырасам деп талап қойған еді. Енді Брэд Сиена Миллерге көз салыпты. Бүгінде бір түсірілім алаңында жұмыс жасап жатқан актер мен актрисаның қылтың-сылтыңын Анджелина көтеруге құлықты емес. Әзірге Джоли ханым күйеуі мен ұлыбританиялық сәнбикені тек достық қарым-қатынас байланыстырады деп үміттеніп жүр. Адема Сейфулла, жаңалықтары. Өмірінің соңына дейін ақшта тұрып жатқан бұрынғы жұбай мен ұлы Мақсұттың пәтер ақысын Батырхан Шөкенов төлеп келген екен. Енді олар далада қалды. Флоридадан әншінің отбасына бір баспана сатып алып беру үшін өнер иесінің атынан құрылған фондтың қаржысы жұмсалуы мүмкін. Ұлы мен экс жұбайының ақштағы жалдамалы үй үшін пәтерақыны өмірінің соңғы күніне дейін Батырханның өзі төлеп келген. Оған қосымша сол жерден бір шаңырақ құрылысын да бастаған екен. Тек аяқтауға үлгермей қалғандықтан оны салып жатқан компания бітпеген баспананы алып қойыпты. Мақсұт Шөкенов пен анасы Екатеринаның Батырхан өмірден озған соң далада қалғанын ресейлік журналист Отар Кошанашвили жалпақ жұртқа жариялады. Бұл қиындықтың жайынан әншінің ағалары да, досы әрі директоры Олжас Байқанов та хабардар болған. Айтуынша бүгінде әншінің отбасы достарының пәтерін паналаған. Көпшілік оларға баспана алып беру үшін біз ақша жинап жатыр деп ойлайды. Ешкімге қол жайып отырған жоқпыз. Тек ағалары бар, мен және достары болып өзара қаржының басын құрап, сатып алып беруге ниеттіміз. Бұған қордың қаржысы да жұмсалмайды. Тек Отар Кушанашвили Батырдың есімі арқылы өзіне назар аударту үшін бұл ақпаратты көпшілікке таратып жіберді. Әйтпесе, ың-шыңсыз өзара қаражат жинаймыз ба деп ойлағанбыз. Батырдың аяқтап үлгермеген туындыларын халыққа жеткіземін деп Олжас Байқанов қоғамдық қор құрғанда. Мұнда жиналған қаржының бәрін ол Шөкеновтың шығармашылығын әрі қарай дамытуға ғана жұмсайтынын айтады. Әншінің жазып, бірақ көпшілікке таратып үлгермеген туындылары да үнтаспаға топтастырылыпты. Тек бұл ауқымды жобалардың толыққанды аяқталуы қаржыға тәуелді. Тіпті 25 қарашада деп белгіленген музыкантты еске алуға арналған концерттің өзі өтпей қалуы мүмкін. Еліміздегі банктердің бірі концертті өткізуге демеуші болуға ниеттерін білдіріп еді. Кештің дайындығына толыққанды кірісіп кеткенбіз. Мәскеудегі достарына дейін сол күні Алматыға ұшып келуі керек болатын. Бірақ банк иелері бұл ойларынан айнып қалды. Енді жаңа демеуші таппасақ, концерт өтпей қалуы мүмкін. Бүгінде өнер иесінің жеке мұрағатында сақталған видеолардың негізінде деректі фильм түсіріп жатыр. Картинаны прокатқа шығаруда жоспардағыз. Адема Сейфулла, Рыспай Ақыш, Ревю жаңалықтары. Соны Америкадан тағы бір жаңалық келіп түсті. Лондон университетінің ядрошы инженері Мехран Кешенің айтуынша 17 қазанда ақшта өте қуатты жер сілкінісі болуы мүмкін. Салдарынан аса ауқымды цунами төрткүл дүниенің жартысын шайып кетеді екен. Фантастикалық блокбастердің сценарийіне көбірек ұқсайтын бұл болжам қаншалықты рас? Біз анықтап көрдік. Мехран Кешенің айтуынша, бұл жер сілкінісінің қуаттылығын есептеуге Рихтер шкаласында шамасы жетпейді екен. Солтүстік Американы оңтүстіктен бөліп, бұрын-соңды болмаған ауқымды цунами толқындары Кариб аралдарын шайып өтіп, Қытай мен Жапонияға жетедіміз. Британиялық ядрошы инженер зілзала 40 миллион америкалық пен азиаттықтың өмірін қият деп болжауда. Не болса да бәрібір Аллаға ғана белгілі. Ол қаласа тек Европа емес, барлық жер шары кетеді. Әшейін атын шығарғысы келген біреудің сандырақтап сөйлегені ғой. Оны бір Алла біледі. Сандырақ. Ядрошы инженердің зерттеп жүрген саласы ғарыш көліктері. Оның жер сілкінісіне еш қатысы жоқ. Шындыққа жанасатын ақпарат болса, әлем оған қамдануға қазірден бастап кірісіп кетер еді. Сейсмология институтының қорытындысы бойынша 15-ші қазан мен 21-ші қазан аралығында жер сілкінісі болмайды деп шешім шығарған. Ондай
жалған дәлелденбеген ақпараттарға маңыздары және жер сілкіні және тағы да басқа төтенше жағдайлар туындалатын болса, органдар бар, соны алдын ала белгілеп, сондықтан қобалжудың қажеті жоқ. Қарапайым халыққа беймәлім құбылыстарды ілгеріден көріп отырамыз деп көсілетін көріпкелдер бұған не дер екен? Жалғанды жайпап кететін, оның үстіне Америка жақта орын алатын жер сілкінісін көріп тұрғаным жоқ. Тарауға сенсек, ақпараттың өзі жалған, ешқандай жан түршігерлік жағдай болмайды. Бұл екі адамның ақша жасау үшін ойлап шығарғаны. Олар жеңіл жолмен пайда тапқысы келген. Әрине, сейсмикалық аумақтағы ағайын үшін дабыл қағыла қалған жағдайда әрдайым тас түйін дайын болу артықтық етпес. Ол үшін ең қажетті дүниелеріңіз салынған сөмке дайындап қою абзал. Бірақ мамандар жақын болашақта оның сізге қажеті болмасына сендіріп отыр. Адема Сейфулла, Рыспай Ақыш, Елдош Құдайбергенов, Ревю жаңалықтары. Жақсының кеген жақсы костюмын айт, нұры тасысын. Біріккен ұлттар ұйымының саммитінде отандық өндірушілер қолынан шыққан елбасының костюмы бар болғаны 45 мың теңге. Бұл ақпарат талайды таң қалдырғаны анық. Біздің өнімді пайдалану президент жарнамасынан кейін билік өкілдеріне парыз болса, енді абыройға айналды. Хандар киген алтын етті шапандар, жібектен тігілген көйлектер, барқыт, бешпенттердің барлығы өткеннің бейнесі. Бүгін ел тізгінін ұстаған жандар кешегі мырзалардан үлгі алуды артық көрмейді. Қымбат шетелдік бренд киімдерді иығына ілгеніне бірі масаттанса, бірі мұны айнымас парыз санайды. Біреудің кигенін қызғанған жарамас, бірақ Вот ваш покорный слуга сидит в костюмах казахстанского производства. Могу вам показать. Вот. Казахстанская легкая промышленность. И туфли у меня тоже казахстанские. Видишь, я полная реклама для нашей легкой промышленности. Еліміздегі номері бірінші тұлғаның бұл сөзі мінбеге жасанып шығуды мақсат санайтын біраз мырзаны ойландырған анық. Президенттің үстіндегі арзан болса да абыройлы костюмді қайдан табамыз деп сабылушының саны артты. Бұл киім сатушы астаналық қарапайым дүкен. Отандық жарнаманың ең майлысы бұйырған дүкеннің ісі дөңгелей жөнелді. Сапасы да жақсы болғасын костюмды 3-4-тен талап алатын болды біздің атқамінерлер. Әрине, бұл елбасының өзі киетін бренд қой. Бәсекелер бәсекесі енді отандық өндірушілердің пайдасына шешіліп жатыр. Президенттің сыртқы келбетімен президент аппараты тікелей айналысады. Олар елбасының киім үлгісі сырт көздерге тартымды болуын қатты қадағалайды. Елбасы алтын жіптен тігілген киім киіп, күміспен күптелген белбеу тағынады деп ойлағандар сауалына жауаптың сыры осы ғана. Отандық өнім әр азаматтың қолы жетімді, әрі елдің жұмыс күшіне демеу. Мен әр министрдің жеке стилисті бар деп ойламаймын. Ол өзі не болмаса жұбайы стилистің рөлін атқарып, шұлығымен іш киіміне дейін сатып алады. Министр ағаларымыз жеке стилист жалдамаса да, құнды киімге құмар келері жасырын емес. Қаржың болса қалтаңда, жетерсің бар арманға деген заманда. Кигенін сынау әбестік болы. Тек ысырапшылдық пен таңғазалық, сәнді әрі саналы киінудің алдын орап кететіні бар. Серік Ноянбайұлы, Руслан Хасанов, Ревю жаңалықтары. Елбасының костюмын ғаламтордан тапсырыс беру арқылы сізде сатып ала аласыз. Бірақ аса мұқият болыңыз, себебі интернет дүкендерде кейбір әмиян да қаржыңыздың құмға сіңген судай болып кетпесіне кепілдік бере алмайды. Дәнігіп алған кибер алаяқтарды енді заң жүзінде жазалауға әрекет етілуде. Күнделікті күйбең тіршіліктен қолы қалт етпейтін жұмыс басты жандар үшін ғаламтор арқылы сауда жасау тым ыңғайлы болып кеткені жасырын емес. Тек интернеттегі сатушылардың бәрі өз ісіне адал деп айту қиын. Қалай қорғанамыз? Интернеттегі сөрелерде тұрған тауар үшін ақы ұсынбас бұрын төлемнің қалай жүргізілетінін мұқият зерттеп алыңыз. Мәселен, сізге жеке электронды әмиянға немесе телефон номері арқылы ақша салыңыз деп жатса, келіспеу керек. Көп жағдайда қаражатты жібере беріңіз, түбіртекті соңынан салып жібереміз дейді. Мұның бәрі алаяқтық. Без чека, то это уже мошенничество. Бұған қоса сіз таңдаған тауар жайғастырылған сайттың байланыс телефоны мен мекен-жайына мән беруді ұмытпаңыз. Міндетті түрде қалааралық номері мен заңды тұрғылықты орны көрсетілуі қажет. Мамандардың пікірінше, Инстаграмда ашылып жатқан аккаунттар кибер алаяқтар үшін таптырмас алаң екен. Бұл жерде арнайы сайт ашып шығындалудың қажеті жоқ. Инстаграмда сауда жасаушылардың арнайы сайты бар жоғын шолып шығу артық етпейді. Олардың профайлына міндетті түрде тікелей сілтеме болуы керек. Ол жоқ болса, мұндай аккаунттардан аулақ болған дұрыс.
дұрыс. Лучше, конечно, не пользоваться. Электронды әмиян арқылы ақша аударған болсаңыз, оның құмға сіңген судай болып кетпесіне өзіңіз ғана жауап бересіз. Ол жерде берілген түбіртек сіздің қаржыңызды қайтаруыңызға кепіл бола алмайды. Мы можем гарантировать. Біз тек Kiwi әмиян арқылы салынған қаржының көрсетілген есепшотқа жетуіне ғана кепілдік береміз. Терминалдар арқылы ақша жіберу өз-өзіне көрсетілетін қызмет түріне жатады. Біздің қызметімізді қолданатындардың қарым-қатынасына жауап бере алмаймыз. Ақшаны банк арқылы аудару біраз қатерден сақтайды. Бұл жағдайда сіз интернет дүкеннің реквизиттер арқылы заңдылығына көз жеткізесіз. Бірақ аңқаудың ақысын алдап жесем дегендер банк ұсынатын қызметтің өзінен айла асырып кете алады. Сізден төлем картаңыздың нөмірін, оның құпия сандарын сұрап жатса, бұл ақпаратты ешкімге де айтпауға кеңес береміз. Мұны өзіңізден басқа жанның білмеуі сізді алданып қалудан сақтайды. Бүгінде ғаламтордағы алаяқтардан айла артылып отырған жоқ. Сондықтан виртуалды өмірден тыс шығып, көзбен көріп, сапасын сол жерде бақылай алатын дүкендерге бас сұққан абзал. Ал арнайы сайттардан сатып алам десеңіз, 7 рет өлшеп, 1 рет кесу артықтық етпес. Адема Сейфулла, Лимара Удасова, Распай Ақыш, Дәурен Мерғалиев, Юлдаш Құдайбергенов, Ревю жаңалықтары. Бұрын ұзын кітап сөресінің жанында тұруға жатырқайтындар енді кітапхана табалдырығын тоздыратын болды. Шаң басқан романдардың арасынан 3D принтер тауып алсаңыз, таңғалмаңыз. Алматыда инновациялық жабдықтауды басынан кешірген кітапхана пайда болды. Тыныштық сақтау құрметке саналатын кітапхананың төрінде енді бір тақырыпты қызу талқылап, әріптестің мазасын алу әбестік емес. Makerspace аталатын бұл бастама ақшта кең таралған сан түрлі қондырғылар, заманауи бағдарламалар мен 3D принтерді кітаптар қатарынан табасыз. Бізде бірнеше түрлі модельдері бар. $500-дан $1,500-2,000-ға дейін барады. Яғни технологияның қызметіне қарай әртүрлі деңгейде. Бірақ бұлардың құны қазір қолжетімді бола түсуде. Яғни тұтынушы жастар үшін пайдалы болмақ. Сан алуандылығымен қызықтыратын бұл технология алматылық пайдаланушы үшін арман емес. Ғылыми тақырыптарды қозғап, сол жерде тәжірибе жасап, нәтижесін нақты көруге болады. Бұл жетістіктердің қадірін ұғатын жан үшін таптырмас инновациялық зертхана іспетті. Бұл математика, инженерия, технология ғылымдарына қатысты жаңа ақпаратты берудің керемет мүмкіндігі. Өркениеттің дамуына табыс әкелер жаңалықтарға арналған орта деп есептеңіз. Білімдінің күні жарық, білімсіздің күні ғарып. Ғылымға ғашық жастардың жол ашары болған Makerspace көрмесін Бегалин атындағы балалар кітапханасынан табасыз. Мұнда орнатылған технологияны игеруге қатысты арнайы сабақтар да өтіп жатыр. Қондырғыларды пайдалану тіпті деген тек өзіңіз жасап шығаратын өнімнің шығыны сіздің мойныңызда. Бұл тек ойнау үшін, болмаса жаңаны тамашалау үшін тұрған жоқ, дүниеге тың нәрсе әкелу үшін. Мысалы, қыжалат жандарға арналған протез. Жасыңда бар ғылымды ескеріп, пайдасын уақытында тексеріп, уыстан шығармау енді талантты балалар еншісінде. Бұл жерде бүгіннің алдыңғы қатарлы техникасымен жабдықтау үшін $100,000 қаржы кеткен. Енді түрлі пішіндегі макеттер жасап, бананнан пианино ойнап, компьютерді қолдан құрап, видео өнім жасауға есік ашық. Мүмкін келешек Нобель сыйлығының иесі араңызда жүр. Серік Ноенбайұлы, Виолетта Тельманова, Распай Ақыш, Ревю жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Ал біз сіздермен қоштасамыз, көріскенше аман, сау болыңыздар. Жүргізушілерге киім сынған Остин сауда белгісі.